Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. 8-ші сабақ. Бұл сабақты біз 3 бөлімге бөлдік. Бірінші бөлімде ағылшынша 0-ден бастап миллионға дейін санап үйрену. Екінші бөлімде ағылшынша уақытты үйрену. Және соңғы 3-ші бөлім ағылшынша түстерді үйрену. Ағылшынша миллионға дейін санап үйрену. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Енді 13-тен 19-ға дейін тин жалғауы қосылады. 13-тен 19-ға дейін тин жалғауы. Тура сол санды қоямыз, артына тин жалғауын қосамыз. 13, 13, 14, 14. Сол санды қоямыз, міне 4, сонда тин жалғауы болады. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20 болады. Бүкіл ондық ти жалғауы қосылады. Бүкіл ондыққа ти жалғауы қосылады. 20, 20. Қалған 21, 22 тура сол санақпен кете береді. Мысалы, жаттаған, басында жаттаған. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. Енді 30, 30. Тура сол секілді 31, 32 сол санақпен кете береді. 30, көрдіңіздер ғой, соңғы жалғауы T. 40, 40. 14-те 14 болса, тин жалғауы болса, 40-та 4T болады. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 101, 102 болса 102 деп кете береді. 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900 және 1000 болса 1000 болады. 2000, 2000, 3000, 3000 деп кете береді. 10.000, 10,000, 100.000, 100,000. Бірінші көріңіздер, жүздік айтасыздар. 100,000 деп, 100.000. Миллион деген 1 million болады. 10 миллион, 10 million. Енді 123 миллион 456 мың 789 деген санды қалай айтамыз. Бірінші жүздікті айтып аламыз. 100, 100. 23 миллион, 23 миллион. 123 миллион, 123 миллион. Келесі. 400, 400, 456,000, 56 мың. 456 мың. 456,000. Және 789. 789 деп. Келесі өтетіміз, ол қаншашыншы деген сұраққа жауап беретін сандарды өтеміз. Бірінші, first, екінші, second, үшінші, third. Қалғанында th деген міне жалғау жалғана береді санға. Төртінші, fourth, бесінші, fifth, алтыншы, sixth, жетінші, seventh, сегізінші, eighth, тоғызыншы, ninth, оныншы, tenth, 11-ші, 11th, 12-ші, 12th, 13-ші, 13th, 14-ші, 13th, 15-ші, 15th, 16-ші, 16th, 17-ші, 17th, 18-ші, 18th, 19-ші, 19th, және 20-ші, 20th. 21 тура солай кете береді, басындағыдай, және сан 20. Және
қаншасыншы екені. 21 21st, 22 22nd, 23 23rd, 24 24th, 25 25th, 26 26th, 27 27th, 28 28th, 29 29th және 30 30th, 31 31st, 32 32nd деп қалған сандар кете береді. Қарағанша 40th, 50-ші 50th, 60-ші 60th, 70-ші 70th, 80-ші 80th, 90-ші 90th, 100-ші 100th, 1000-ші 1000th, миллионыншы 1 millionth болады. Ағылшын тілінде уақыт. Time in English. Ағылшын тілінде біз сағат қанша болды деп what time is it деп айтады екенбіз. Мысалы, сағат тура 7 болса, it is 7 o'clock деп айтамыз. Міне, it is 7 o'clock. O'clock деген бізде сағат. 9 болса тура it is 9 o'clock деп айтады екенбіз. It is 9 o'clock. 5 болса it is 5 o'clock. 6 болса it is 6 o'clock. 7 болса it is 7 o'clock деп айта береді екенбіз. Ағылшындарда уақыт айтқан кезде past деген ол кетті деген сөз, to деген қалды деген сөз екен. Мысалы, сағат 7-ден 5 минут кетті деп біз it is 5 past 7 дейді екенбіз. Қарап тұрсаңыздар, қазақшада біз бірінші сағат айтамыз, 7-ден 5 минут кетті деп. Ағылшындарда керісінше екен. Олар бірінші минут айтады, одан кейін барып сағат айтады. It is 5 past, past деген кетті, 7 o'clock. 7-ден 5 минут кетті. It is 5 past 7 o'clock. 7-ден 10 минут кетті деген it is 10 past 7 o'clock. 7-ден 15 минут кетті деген 15 деген уақыт айтқан кезде quarter болады. It is a quarter past 7 o'clock. 7-ден 20 минут кетті. It is 20 past 7 o'clock. 7-ден 25 минут кетті. It is 25 past 7 o'clock. Жарымды ағылшынша half деп айтады екен. 7 жарым болды дегенде it is half past 7 o'clock болады екен. Енді қалды деген кезде біз to-ды қолданамыз. Мысалы, 7-ге 25 минут қалды деген it is 25 to 7 o'clock. 7-ге 20 минут қалды деген it is 20 to 7 o'clock. 7-ге 15 минут қалды деген it is a quarter to 7 o'clock. 7-ге 10 минут қалды деген it is 10 to 7 o'clock. 7-ге 5 минут қалды деген it is 5 to 7 o'clock болады екен. Тағы да басқа мысал келтіріп кетейік. Сағат 9-дан 10 минут кетті деген it is 10 past 9 болады екен. It is 10 past 9 o'clock. Сағат 6-дан 15 минут кетті деген біз it is a quarter past 6 o'clock болады екен. It is a quarter past 6 o'clock. Сағат 4 жарым болды деген it is half past 4 болады. It is half past 4 o'clock. 4 жарым болды. Келесі мысал, сағат 6-ға 10 минут қалды дейді. It is 10 to 6. It is 10 to 6. Бірінші минут айтып аласыздар. It is 10 to 6 o'clock. Келесі, сағат 4-ге 5 минут қалды дейді. It is 5 to 4. It is 5 to 4 o'clock. 4-ге 5 минут қалды деген. Сағат 9-ға 15 минут қалды деген it is a quarter to 9 болады екен. It is a quarter to 9 o'clock. Ағылшын тілінде түске дейін уақытты AM дейді. Түстен кейінгі уақытты PM дейді. Түске дейінгі уақыт ол 12-ге дейінгі уақыт екен, оны AM дейміз. Түстен кейінгі уақыт ол 12-ден кейінгі уақыт екен. Оны PM дейміз. Мысалы, жексенбі сағат таңғы 7-де мен Алматыға барамын. Таңғы 7-де деп тұр. On Sunday at 7 a.m. I will go to Almaty. 7 a.m. деп біз түске дейінгі уақыт айтып тұрмыз, яғни таңғы 7 екен. Екінші мысал, ертең сағат кешкі 5-те менде жиналыс бар дейді. Tomorrow at 5 p.m. I have meeting. 5 p.m. деп біз кешкі 5 екенін көрсетіп тұр екенбіз. Осылайша біз
түске дейінгі және түстен кейінгі уақытты осылай ажыратамыз. Ағылшынша түстерді colors дейді. Сұрақ қойған кезде what color is it? Бұл қандай түс? Қазір ең негізгі түстерді өтетін боламыз. White, ақ, black, қара, red, қызыл, yellow, сары, green, жасыл, orange, қызғылт сары, blue, көк, purple, күлгін, gray, сұр, brown, қоңыр, pink, қызғылт.